Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай бір қамырдан екі түрлі тағам жасаудың жолын көрсететін боламын. Бірі манты болса, екіншісі хамир хасиб деп аталатын өзбектердің ұлттық тағамы. Өте дәмді болып шығады екеуі де. Видеода толықтай барлығын жасалу жолын, түйілу жолын көрсететін боламын. Сондықтан асықпай, міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 1 стакан су, 1 шай қасық тұзды қосып кішкене араластырамыз. Тұзы ерігеннен кейін 1 жұмыртқаны жарып салып, онда кішкене араластырамыз да үстінен онда міндетті түрде електің көмегімен өткізіп салып, осылай қасықты немесе жаңағыдай силиконды лопатаның көмегімен кішкене араластырып, одан кейін қолдың көмегімен илей отыра, кішкене қаттылау қамыр етіп илеп аламыз. Бешбармақтың қамырына ұқсауы керек біздің қамырымыз. Егерде жаңағыдай қонақтарыңызды таң қалдырғыларыңыз келсе, бір ғана манты емес, осындай араластырып, екі түрлі етіп жасасаңыздар, сіздердің отбасыңызға да, келген қонақтарыңызға да ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Осылай қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Салафанға салып қойсаңыздар болады, немесе өзінің илеген табағымен осылай жауып қойсаңыздар болады. Тынған қамырды алып, бізге жайылуға оңай болады. Июі қанған қамырымыз, қолымызбен жақсылап осылай басып шығамыз. Менде кішкене зуалас үлкендеу 1 зуала қамыр шықты. Одан кейін осылай оқтаудың көмегімен тағы да жақсылап үстінен басамыз. Одан кейін оқтауымызды орай отырар, екі шетін ғана басы жұқалау етіп қамырымызды жайып аламыз. Құрамының барлығын астындағы описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Достар, менің каналымдағы жаңадан шығып отқан рецепттердің барлығын жіберіп алмас үшін осы видеоның астында тұрған подписация батырмасын басып, және де жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Қамырды жайып болғаннан кейін мантыға кесетіндей етіп, 4-5 етіп кесіп шығамыз. Менде памятым толып, сол жерде видеосы түсірілмей қалыпты. Салмасына мен тартылған ет, пияз, картопты қостым. Немесе ешқандай тартылған ет қоспай-ақ, асқабақтың көмегімен етсіз жасасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Біреулер картоп көп қоспайды, ал маған картоп қосып жасаған ұнағандықтан мен міндетті түрде қосатын боламын. Әркім өзінің отбасының жаңағыдай дәміне қарай қалай ұнатады, солай жасай берсеңіздер болады. Кішкене менің қамырымның жұқалау болып қалғандықтан арасына көбірек етіп ұн сеуіп жібердім. Сондықтан осылай ұндары бетіне шығып көрініп тұр. Салмасын барлығын салып шыққаннан кейін осылай бірінші хамир хасибті орайтын боламыз. Салмасын кішкене шетіне қоямыз да, дәл видеода екі шетін жауып, одан кейін рулет ораған сияқты орайтын боламыз. Сіздерге бұлай міндетті емес, екі түрлі етіп жасау, дәл осы қамырмен, дәл осы рецептпен бір ғана манты, немесе дәл осы рецептпен хамир хасибті да барлығынан жасап шықсаңыздар болады. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, егерде ұнап жатқан болса, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, қай қаладансыздар, немесе жаңағыдай жасаған болсаңыздар, қалай шыққанын барлығын жазып кетіңіздер. Мантаварканың табақтарын астына міндетті түрде осылай май жағып шығамыз. Одан кейін мен 1 листқа хамир хасибті, 1 листқа мантыны салдым. Ешқайсына араластырған жоқпын. Немесе араластырып сала берсеңіздер де болады. Көп шығып жатса, мен осы арасын ашық етіп жасадым. Себебі менде көп болмағандықтан арасын кішкене жақындау етіп қоя берсеңіздер де болады. Біздің мантыларымыз пісіп шыққан кезде қамыр кішкене қатып қалуы мүмкін. Сондықтан алдын ала пісірмей жатып бетіне осылай май жағып аламын мен. Сіздер де осы әдісті пайдалансаңыздар болады. Мантаваркамыздың астындағы суын алдын ала қатты етіп қайнатып аламыз. Одан кейін ғана барып, мантаваркамыздың листтарын қойып, 40 минут шамасында пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, түрі де әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видеом ұнап жатса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым.